Жақында мен Германияның астанасы Берлинге барып қайттым, және де ол жақта 4 күн бойы не көргенімді білсеңіздер ғой. Бүгінгі видеода көрсетемін, ал сіздер видеода тығып қойған 3 құпия сөзді тауып, комментарияға жазып, қасына айдиларыңызды қалдырсаңыздар, 3 адамға 5-20 алмаздан ойнататын боламын. Сәттілік. Қысқасын айтқанда, біріншіден тез жиналып, Алматының әуежайына аттанып, самолетке отырып, Стамбулға бет тарттық. Қасымда КТК-ның адамдары, яғни оператор Қайрат, тілші Бақытгүл, Нұр KZ сөз шебері Екатерина, Forbes KZ журналисі Батырхан, және де барлығымыздың басын қосып отырған Кирилл, Honor компаниясының Қазақстандағы ресми өкілі. Осы алтауымыз болып Берлинге Стамбул арқылы аттандық. Сөйтіп, аман-есен Стамбулға жетіп, аэропортында бірінші рет болмасам да, ол мені ылғи таң қалдырады. Мен Стамбулдамын. Где-то 1 сағаттан кейін Берлинге ұшамыз. Солай оңайма, кетесің айдан анық білем, артқа қарама, не күтесің менен, дәл солай ұзақ, қоштасуды жек көремін мен. Бүгін асықпа, мүмкін қасымда, қалшы азғана. Көмектесшірейін ба? Стамбул аэропортын 2 сағат аралап бір атаға Wi-Fi-ын қосуға көмек беріп, Берлинге ұшатын ұшаққа отыруға асықтым. Өткен алдыда әлі 3 сағаттық әуе жолы күтуде. Не болса да барлығымыз Берлинді көруге құштар болдық. Жұлдыздай жарқырайды, толқындай сарқырайды кек. Көңіл тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кек. Асау бұл өмір. Сөйтіп, бізді Берлиннің қақ ортасындағы танымал Шератон қонақ үйіне трансфермен жеткізіп орналастырды. Шыны керек, отель әдемі әрі комфортты екен, маған ұнады. Ал енді бұнда ұшып келген басты себепкеріміз ертеңгі күн болмақ. Ұшақта тіптен ұйықтай алмағандықтан ертерек жатып, Берлиндегі ең ауқымды 99 жыл сайын өтетін басты ивентке баратын боламыз. Нас привезли в Берлин на несколько дней. Мы будем здесь смотреть на презентацию потребительских продуктов, технопродуктов. Honor будет открывать эту выставку. Будет очень много крутых девайсов. Ждите на канале Кибро. А теперь может то же самое, только на казахском? Батырхан дұрыс айтады, барлығымыздың Берлинде жиналған басты себепкері осы IFA 2023 көрмесі болып келеді. Қысқаша, IFA Internationale Funkausstellung, яғни неміс тілінен халықаралық радио көрме деген мағынаны білдіреді. Және ол Берлиндегі 1924 жылдан бері 99 жылдық тарихы бар ең маңызды электросауда көрмесі деуге болады. Бұнда әр елден заманауи жаңа технологиялар мен құрылғыларды, жалпы электротауарларды презентациялайды, және де мен үшін ең басты көрмесі ол әрине Honor компаниясының презентациясы болмақ. Өйткені бұл жолы ол өзінің жаңалықтарымен адамдарды таң қалдырамыз деген уәде беріп еді. Және алдын ала айтып кетейін, мен олар шынымен де таң қалдыра алды. Ал қазір IFA-ға жол тарттық. Сөйтіп, көрменің ең қызықты презентациясы басталды. Honor компаниясы өзінің жаңа флагмандарын жария етті. Кітап форм-факторлы болса да, небары 4-7 мм құрайтын, 5000 мАh батареямен басқалардан артық жұмыс жасап, салмағы 231 грамм ғана құрайтын,
91% металдан жасалған. Бүктелмелі ішінде ең жіңішке, әр экранда шым қараңғылауы бар. Snapdragon 8 Gen 2 процессорлы, максималды интерактивті құрылғы, 3D принтер арқылы, титанды валмен, болаттан жасап шығарылған, берік, әрі сенімді петля орнатылуы арқасында ультра тегіс бетке оңай ашылып, миллиметрлік дәуірдің басын белгілеп, кәдімгі телефондай қолға ыңғайлы, әрі батарея жұмысы күткен уақыттан артық жұмыс жасайтындай ету үшін жаңа инновацияларды пайдалана отырып, Honor компаниясы смартфонда 5000 миллиампер көлемді қос силикон карбон аккумуляторларын ультра жіңішке Honor Magic V2-де біріктірген болады. Honor Magic V2. Ол олма достар, Honor директоры Джордж Жао бұл анонспен тек қана алдын ала қыздырғандай болды. Өйткені келесі девайс көпшілігін шынымен де таңғалдырды. Әсіресе қыздар қауымына бұл құрылғы ұнауы тиіс. Я, достар, сіздер қателеспедіңдер, бұл шынымен де смартфон кошелек, яғни смартфон әмиян болып келеді. Бұл концептуалды бүгілмелі телефон. Оны қолда немесе түрлі әдейілеп шығарылған металл және былғардан жасалынған ремешоктар арқылы дамская сумочка ретінде ұстауға болады. Әрине ішіне ештеңе сала алмайсыз, тек стильді аксессуар ретінде және өзіңіздің нарядыңызға сай сыртқы дисплейдің обойларын ыңғайлы етіп кастом жасауға арналған. Сонымен қатар обойлар интерактивті болып келеді. Ілмелі әдемі тастар шайқалады, балық ұстатпайды, пандаға тиссең өзіңе қарайды, мехті сипаған кезде ол қозғалады, өте ерекше әрі әдемі көрінеді, бірақ өкінішке орай қандай тех сипаттамасы болады және қашан шығатыны әзірше белгісіз болып келеді. Не болса да, биылғы IFA көрмесінің нағыз стильді әрі сәнді құрылғы Honor'дікі болғаны анық. Знаешь, я хожу и думаю, что половина вот этого на рынке, наверное, не, ну, то, что мы видели, половина до рынка до нашего не дойдет, да, только, наверное, флагманские модели. Согласен. Потому что здесь есть очень крутые штуки. Что ты думаешь вообще в плане их новшества, вот, инновации насчет телефона, кошелька или как клатча? Я по реакции зала видел, что, наверное, сам SEO ожидал больше реакции, больше отдачи. Наверное, люди чуть-чуть были, как бы не ожидали такого, что Honor, который представляет смартфоны, решит еще и в мир моды зайти. Поэтому было интересно посмотреть, и будет интересно посмотреть, будет ли этим пользоваться прекрасная половина человечества. Спасибо за развернутый ответ. Читайте Forbes KZ. Forbes KZ, Forbes Казахстан и YouTube канал Forbes. Особенно автора Батырхана Тугайбаева. Honor'дың ресми презентациясынан кейін СМИ, блогерлер, жалпы IT мен технология бағытындағы көптеген адамдар көрсетілген смартфондарды өз қолмен ұстап, өз көзімен көруге асықты. Әрине мен де олардың қатарында болдым. Әрине, IFA-да басқа түрлі көптеген компаниялардың да стендтары болды, бірақ олардың бәрін асықпай аралап көруге уақытымыз көп болмады. Қоңырау шалдым көп саған, елеусіз қалған, көңіліңді бөл маған, маңызды сенің қарап көлгенің, маған көңіл бөлгенің, бақытты боп жүргенің. Айтпақшы, Honor Magic V2 смартфонына толықтай обзорды жақында менің арнамда көресіздер, сондықтан лайктарыңды басып комментарияға
алақа деп жазып кетеміз. Жалпы IFA көрмесінде көбіне СМИ және журналистер келген болатын. Оны Қазақстаннан шыққан біздің составқа қарасаңыз да түсінікті болар. Сондықтан келесі күні Honor'дың CEO-сы, яғни директоры Джордж Джаумен пресс-конференция өтіп, ол жерде біздің КТК Нұр.кз журналистеріміз өздерінің көкейкесті сұрақтарын қойып, әдемі әңгіме дүкен құрды. Дәл осындай кездері ағылшын тілін жетік білмегеніне шыны керек өкінесің. Енді жұмыс дей бермей, Берлинге келіп алып, қаланың көрнекті жерлерін көрмей кету әрине үлкен қателік болар еді. Өйткені қала шынымен де тарихқа және танымал жерлерге бай. Сондықтан барлығымыз жиналып, оны зерттеуге шықтық. Өмір деген өтпейтін сынақ, істер жетеді күнәда және сауап. Адам сынап жүргенді таста, өзгерісті тек өзіңнен ғана баста. Әйтеуір кәдімгідей ары бері күндіз түнде дұрыс болсаң салам алейкум, көтке кірген өтпейді, ақша деген келіп тұр үй, жоғалма келіп тұр үй, уәде берген не пайда, көрініп жүр маңдайда. Осы қала сені шайнап түкіріп тастамасын қара бала. Осы қала сені шайнап түкіріп тастамасын қара. Өмір деген өтпейтін сынақ, істер жетеді күнәда және сауап. Адам сынап жүргенді таста, өзгерісті тек өзіңнен ғана баста. Рейхстагтың ең төбесіне, яғни куполға көтерілудеміз, не бар екенін көрейік. Келгенді оттамайын, боқтамайын бұл тректе, сұрттымай бетке, еттетке, бәрі де жасырын бұл жерде. Қалай ағасы, әдемі? Әдемі, керемет. Рейхстаг осы жер біздің қазақтарымыз алған ғой. Иә, Рахымжан Қошқарбаев атамыз. Үлкен ғой қазақтар. Өзіне бір диплом берілді. Тігі Бір ту. Представ берілді. Міне мына нелердің біреуінде, мынаның біреуінде Рахымжан Қошқарбаев ту тіккен болады. Өмір деген өтпейтін сынақ, істер жетеді күнәда және сауап. Адам сынап жүргенді таста, өзгерісті тек өзіңнен ғана баста. Моя жвачка останется здесь. Үш факт, Берлин туралы үш факт, ең сондай ойда басында қалып қойған үш фактордың бірі. Қазір бастаймыз. Біздің алдарыңызда КТК-ның басты операторы Қайреке. Қандай үш факт айтасыз? Онда мен ең таңғалғаным, көп адам велосипедпен жүреді. Бірінші. Екінші, мысалы бізде светофорда машина жоқ болса өткете береміз ғой. Бұл жақта қызыл жанған бәрі заңмен жүреді. Соған Үшінші. Өте үлкен қала, таза қала. Машиналар тап таза. Қазір ғана не автомойкадан жуған сияқты. Жуылмағаннан таза. Сол жағынан. Керемет. Рахмет. Катерина, сөз шебері из Нур.кз. Можете коротко просто 3 факта? Там, раз, два, три. Люди разных национальностей, очень много архитектуры, древние, которые не реставрируются, и лес посреди города. Круто. Перед вами журналист Forbes.kz. 3 факта о Берлине, пожалуйста. Я, наверное, скажу о людях. 3 факта о людях. Их называют берлинер. О людях Берлина. Первое, они очень свободные. Второе, они... Первое, свободные во всех планах. В плане, как одеваются, какую субкультуру они поддерживают, кем они вообще являются. Второе, это, наверное, осознанность людей. Везде разделение мусора на разные, на пластик, бумагу. И в целом люди очень экономичные. И в торговых центрах не работает кондиционер только потому, что это экономит электричество. И многие немцы, кстати, возмущаются. Но на самом деле это здорово. В Англии то же самое. А третье, наверное, люди действительно, как бы, наверное, сказать, состоятельные. Большинство людей, которые живет в городе, имеется в виду взрослое население местное, ну, никто по улице не ходит с протянутой рукой. Все живут
достатке, и машины недорогие, продукты относительно недорогие. Так что, ну, вот, наверное, вот такие 3 факта. Круто, спасибо. Лучший журналист КТК. Спасибо. Ты мне льстишь. Какие запоминающие такие самые для вас? Я, наверное, заметила тоже, что и мои коллеги, повторюсь, идеальные дороги, чистый воздух, чистые машины, супермаркеты, товары можно найти как дорогие, так и дешевые, чувствуется качество, наверное. Вот, и я удивилась, что сегодня воскресенье и не работают некоторые супермаркеты. То есть продуктовые, да. Обычно же у нас закупаются именно выходные дни. И выходной как понедельник считается. Оказывается, воскресенье у них выходной. Сразу на журналист спросил 3 факта, 6 фактов я сказал. Кирилл, представитель Honor, директор маркетинга. Почти Пиара, да. Компании Honor, который всех нас объединил и пригласил сюда. Ну, давайте вам также какие-то 3 факта, которые лично для вас. Самый долгий интраль. Как? Самый долгий интраль. Мультикультурность, естественно. Здесь огромное количество самых разных людей. Речь не только о том, что они разных национальностей, приехали из разных стран, говорят на разных языках, но они очень по-разному выглядят, они очень разными вещами интересуются. И, в принципе, город это собой отражает. Здесь каждый квартал уникален. Стоит пройти 50 шагов, ты попадаешь в совершенно новый мир, в совершенно новую атмосферу. Ну и последний, наверное, симбиоз мегаполиса и природы. И очень зелено, при этом очень все ухожено в достаточной степени. То есть не вылизано, чего я ожидал на самом деле. Я думал, здесь все будет пострижено по линеечку одинаково. То есть они создают такую немножко атмосферу и дикой природы в том числе, и стараются это контролировать. Создают такую атмосферу какого-то единения с природой. То есть ты здесь абсолютно легко растворяешься, чувствуешь себя комфортно, максимально не напряжен. Круто. Спасибо. Тамада өзін ойнамайды ғой. Давай. Жоқ, өзім айтамыз. Сейчас самое интересное из перечисленного. Бәріне қосыламын деп. Жалпы бұрылар, осы өткен 4 күн ішінде бастан көптеген эмоцияларды кешірдім. Қысқаша қорытындылай кетсем, IFA көрмесі шынымен де менің өмірімдегі ең сондай көрген ірі көрме болғандықтан маған өте қатты ұнады. Ал енді көрмені ашқан Honor компаниясының презентациясы да жалпы стенді де өте жоғары деңгейде өтті. Жария еткен смартфондары, яғни Honor Magic V2 және Honor V Pulse екеуі де көпшілігінің көңілінен шыққанын байқадым. Шынымен де әдемі әрі инновациялық құрылғылар шығарып, барлықтарымызды таң қалдыра алды. Қолыма түскен Honor Magic V2 смартфонын әлі жақсылап зерттеп, бөлек технобро рубрикамды шығарам. Ал Honor V Pulse'ті білмеймін, мүмкін болашақта көреміз. Өйткені ол дәл қазір тек қана концепт ретінде көрсетілген. Екіншіден, Берлин қаласы туралы айтатын болсам, екінші дүниежүзілік соғыспен тікелей байланысы болғандықтан, жалпы тарихи жерлерге байқала. Бұрын тек кино мен кітапта көретін Бранденбург қақпасы, Берлин қабырғасына барып, Рейхстагтың жоғары төбесіне көтеріліп, өз көзімен көргенге әрине ештеңе де жетпес. Байқағаным, немістердің өздері ол уақыттағы жасаған зұлымдықты өздерінің тарихи ауыртпалығы екенін түсініп, қазіргі таңдағы бейбітшілік уақытты қадірлей білетіні сезіледі. Соғыстың тек қана зардап, қан төгіс, қасіретпен жойылуды ғана әкелетінін қазіргі таңдағы бар елдер түсініп, бейбіт өмірге талпынса, одан артық ештеңе де жоқ. Бұлай жалпы Берлин қаласы маған өте ұнады. Әрине кем жерлері, кем жақтары да болды. Бірақ бірден жақсы жақтарын еске түсірсем, ол қаланың өзінің вайбы, атмосферасы болып келеді. Әр жерде граффити, сурет салынған, тіптен әр жерде стикерлер
стикерлер жабыстырылған, стикерлер барлық жерде және де олар өте көп. Ғимараттарының архитектурасына тіптен бөлек тоқталуға болады, оларға көз тоймайды. Жалпы халықтың әлеуметтік жағдай жоғары деңгейде екені сезіледі, ал адамдары бір көргеннен ашық мінезді, сондай жарқын, тәуелсіз. Осылай достар, осындай іс сапарға барып келгеніме өте қуаныштымын. Бірақ атам қазақ айтқандай, қазақ елімізде ел жоқ. Басқа елде сұлтан болғанша, өз елімізде ұлтан болып жүргеніміз артық. Сіздермен болған Кюбро, сау болыңыздар.